Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аль-Худа каналыма қош келдіңіздер. Мәңгі мұғжиза Құран арқылы баршамыз тура жолды тауып, Аллаға жақындауымызды нәсіп етсін. Сіздермен бұл дәрісте талқылайтын тақырыбымыз истиғаза дұғасы. Истиғаза дұғасы дегеніміз не? Ол қалай оқылады? Үкімі қандай? Қай уақытта оқуымыз керек деген сияқты сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Әуелі истиғаза дұғасын қалай дұрыс оқимыз? Ережеге сай, әріптің махраждарына сай бірге талдайық. Әл-истиғаза. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Байқап тұрғанымыздай, бізде қот хамзамен басталып тұр. Махраж орны тамақтың түпкі жағы. Харакаты фатха болғандықтан деп анық білдіреміз. Қарасақ келесі бізде айн әрпі даммамен тұр. Тамақтың ортаңғы бөлігінен шығатын әріп қысып шығарамыз. Ау. Келесі бізде мәт әрпі келіп тұр. Дамма және уәу екеуі жолыққандықтан табиғи мәт екіге созамыз. Аузу. Келесі зәл әрпі сақаушы әріп деп айтамыз. Неге десек, бұл әріптің шығу орны тіліңізді екі алдыңғы тістің ортасына міндетті түрде шығарып айтуыңыз керек. Көпшілік адамдар осыны з деп қате шығарады. Жоқ, тіліңізді міндетті түрде тістің ортасына шығарып зу. Аузу. Кететін қателіктер айн әрпін шығара алмаған себебінен әузу деп қате оқиды. Айн әрпі тамақтың ортасын қысу арқылы шығарамыз. Бізге көбірек практика керек. Ау. Немесе керісінше мына хамзаны айын қып оқитындар бар. Аузу деп. Олай қате. Әр әріптің өзінің хақысын берейік. Сосын көпшілігі осы мәтті мұрын арқылы шығарады. Деген сияқты. Мұрынмен емес, бұл ауыз қуысынан еркін шығатын әріп болып саналады. Сол себепті аузу. Келесі бізде би. Әлифпен жалғанып тұр. Би. Уасыл хамза қосушы рөлін атқарғандықтан оқылмай қалады. Себебі ол алдыңғы және өзінен кейінгі әріптерді қосады. Және байқап тұрсаңыздар, мына жақта екі ләм тұр. Бірінші ләмнің ешқандай харакасы жоқ. Екінші ләмде шаддамен келіп тұр. Бұл бізде шәмсия ережесіне жатады. Яғни подсказка ретінде ешқандай харакаты жоқ ләмді біз оқымай кетеміз. Сонда уасыл хамза себебінен биді келесі шаддалы тұрған ләм әрпіне қосамыз. Биллахи. Алла сөзі өзі екіге созылып жүреді. Ол себептен биллахи деп созып екіге оқимыз. Байқап тұрсаңыздар, билла деп жіңішке оқып жатырмын. Неге? Себебі Алла сөзінің алдында әріптің харакаты кәсра болатын болса, Алла сөзі жіңішке оқылады. Біз оқып жатқандай биллахи. Ал егер фатха немесе дамма тұратын болса, онда Алла деп жуан оқылатын еді. Біз биллахи жіңішке оқимыз. Сонда аузу биллахи. Сосын әрпі, ол да тамақтың түбінен шығады. Көпшілігі тілдерін жоғары көтеріп таңдайға хи деп шығарады. Ол қате. Биллахи. Тамақ арқылы жеңіл шығарамыз. Келесі тұрған бізде мина. Ешқандай бір өзгеріс жоқ, созып алмаймыз, жай ғана мина. Ары қарай бізде уасыл хамза тұр тағы да. Екі әріпті қосушы өзінің алдындағы және кейінгі. Сол үшін өзі оқылмай қалады. Келесі қарап тұрсақ, тағы да харакасыз ләм келіп тұр. Бізде шәмсия ережесі. Сол себепті мина шин әрпіне, шаддалы шин әрпіне қосылады. Шадданы білеміз, бірінші сукун, одан кейін харакасын оқитын боламыз. Сонда минашша. Кейін бізде әрпі келіп тұр, сукунды. Шәй.
көпшілігі осы я әрпін өлеңдетіп немесе тербеп шәйі деген сияқты ережеге сай емес оқып жатады. Минәш-шәй, жай ғана шәй. Одан кейін по әрпі тұр. По сипаты жуан. Шәй по. Қарасақ, мына жерде мәт белгісі тұр, иә? Табиғи мәт екіге созамыз. Минәш-шәй по-ни. Келесі бізде тағы да уасыл хамза қосушы, өзінің алдыңғы және артқы әріптерін қосады. Одан кейін ешқандай харакасы жоқ ләм, ол да түсіп қалады. Неге? Себебі шәмсия ережесінде ләм оқылмайды. Сонда уасыл себебінен ниді ро әрпіне жалғаймыз, шәддәлі ро әрпіне. Нерро. Бұл жерде біз екі роны ғана білдіру керекпіз. Көпшілігі нерро деп бірнеше роны ырылдатып шығарады. Ол біздің ережемізге қайшы келеді. Сол себептен минәш-шәйтонирро, нерро. Сосын көпшілігі осы ро әрпін созып шығарады. Ро деп. Керек емес, созбаймыз, ешқандай созу белгісі жоқ. Нерроджим. Керісінше джимді екіге созамыз, иә? Немесе 4-ке 6-ға. Нерроджим. Бізде мәт арт ережесі болады. Неге? Қараймыз, соңында мим әрпінде кәсіро болып тұр, бірақ біз тоқтауға байланысты тоқтағанымыз үшін ол жерге сукунмен аяқтаймыз. Енді табиғи мәт сукунға жолыққан себебінен мәт арт ережесіне айналады. Мәт арт ережесінде біз мәтті джим 2-ге немесе джим 4-ге немесе джим 6-ға соза аламыз. Біз енді ортасын таңдап 4-ге созайық. Минәш-шәйтонирроджим. Соңында мим әрпін мен екпінмен білдіреміз, джим бар екендігін. Жақсы. Олай болса, бірге оқиық. Аузу биллахи минәш-шәйтонирроджим. Тағы бір рет. Аузу биллахи минәш-шәйтонирроджим. Үшінші мәрте. Аузу биллахи минәш-шәйтонирроджим. Жақсы, Алла тағала осы истиғаза дұғасын оқуда әрбірімізге жеңілдік берсін. Ережесіне сай дұрыс оқуды баршамызға нәсіп етсін. Ендігі кезекте сіздермен истиғазаның мағынасына тоқталайық. Истиғаза тілдің мағынасына келетін болсақ, пана сұрау, қорғану, жамандықтан сақтану үшін біреуге жүгіну деген мағынаны береді екен. Терминдік мағынасы: Құран оқудың алдында қырағат имамдарынан жеткен түрде Алланың рақымы мен құзырынан қуылған шайтанның уәсуасасынан, яғни неше түрлі ой салып азғыруынан сақтай көр деп Алладан пана тілеу, жәрдем сұрау дұғасы екен. Алла тағала Құран кәрімде Астағфиру билла فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ендеше Құран оқитын кезде Алланың рақымы мен құзырынан қуылған шайтанның уәсуасасынан сақтай көр деп Алладан пана тіле деп Алла тағала бізге баяндайды. Осыған орай көпшілік ғалымдар истиғаза дұғасын оқуды мұстахаб деп, кейбірі уәжіп деп үкім шығарған. Истиғаза ол Құранның аятынан емес, барша ғалымдардың бір ауыздан пікірі бойынша, бірақ та оны Құран оқитын кезде себепсіз тастау жақсы көретін амалдардан емес, сол себепті себепсіз тастамау абзал болып саналады. Истиғаза дұғасының әрбір сөзінің мағынасына тоқталатын болсақ, міне астына кезек-кезек жазып қойдым. Аузу, жәрдем, пана, қорғау сұраймын, көмекке шақырамын, жалбарынамын деген мағынаны береді. Кімнен жәрдем сұраймын, кімнен пана сұраймын, кімнен қорғау сұраймын дейтін болсақ, биллахи, құлшылыққа лайық болған Алла тағаладан жәрдем сұраймын.
не нәрседен жәрдем сұраймын, не себепті? Минаш-шайтан. Мин деп отырғанымыз қазақ тіліндегі шығыс септігінің жалғауы, көмекші сөз болып саналады. Сол шайтан сөзімен біріккен кезде шайтаннан деген мағынаны береді. Яғни шайтаннан мен Алладан жәрдем сұраймын. Ол шайтан қандай дейтін болсақ, роджим келесі сипаты бар. Аллахтың мейірімінен және жалпы жақсылық атаулыдан алыстатылған, жәннаттан қуылған деп шайтанның сипатын білдіреді. Сонда истиғаза дұғасы: Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Жақсылықтан алыстатылған, жамандыққа асық болған, немесе адамдардың көкейіне күмән, азғыру салушы шайтанның азғыруынан, жамандығынан, дінім мен жаныма зияны тиюінен қашып, құлшылыққа лайық болған жалғыз Аллахтан пана сұраймын деген мағынаны береді екен. Сол себепті құрметті Құран оқитын ханымдар, немесе кез келген істі бастаушы болатын болсаңыздар, осы истиғаза дұғасымен бастағандарыңыз өте абзал болады. Себебі біз ниет еткен сайын ниетіміздің өзгеріп кетуіне, ниетіміздің құбылмалы болып кетуіне шайтанның әсері үлкен екен. Сол себептен біз Алла Тағаладан сондай бір бізге зиян тигізуші шайтанның азғыруынан, шайтанның зиянынан сақтау үшін Алла Тағалаға жалбарыну керек екенбіз. Пана сұрау құлшылықтың бір түрі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аль-Худа каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және колокольчик белгісін басып, менің жаңадан шығып отырған видеоларымды бірден көруге ыңғай жасасаңыздар болады. Сонымен қатар, пайдалы болған ақпаратты өздеріңіздің жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.